Барлығына сәлем, сіздермен бірге әсемнің әлемі. Бүгін біз бәріміз жақсы көретін, бірақ талай талқылауға себеп болған Маша мен Аю мультфильмі туралы сөйлесеміз. Бұл мультфильмнің артында қандай құпиялар бар, қалай пайда болды, шын өмірде Машаның прототипі бар ма? Осының бәрін бүгін талқылаймыз. Соңына дейін көріңіздер, себебі ең қызығы соңында. Маша мен Аю мультфильмі 2009 жылы Ресейде жарық шықты. Шығарған студия Анимакорд. Идеясы орыс халық ертегісінен алынған, бірақ сюжеті заманауи және күлкілі етіп өзгертілді. Басты кейіпкерлер кішкентай Маша және зейнеткер Аю. Ертегіде Маша орманға адасып кіріп кетсе, ал мультфильмде ол әрдайым өзі келіп Аюдың мазасын алады. Ұйықтап жатқан жерінен оятады, тамақ ішіп отырса асының бәрін бұзады, мазасын әбден алады. Бұл жерде авторлар балалықтың шексіз энергиясы мен ересектердің шыдамдылығы арасындағы айырмашылықты көрсеткісі келген дейді. Кейбіреулер мультфильмдегі Маша шын өмірде болған қыздан алынған дейді. Продюсерлердің айтуынша, Маша шынымен болған кішкентай қызға ұқсайды. Ол студияда ойнап жүрген оператордың туысы болған екен. Сол қыз үнемі айналада шулап, тыныштық бермеген. Соны көрген мамандар, біздің кейіпкер осындай болу керек деп шешкен екен. Сондықтан Маша шынайы, шабыттанған кейіпкер. Мультфильмнің балаларға арналғанына қарамастан, интернетте әртүрлі қорқынышты теориялар тараған. Кейбіреулер мультфильмдегі оқиғалар Машаның қиялында ғана болады дейді. Ол шын өмірде пойыз қағып кеткен қыз болған дейді. Аю оның арғы дүниедегі қорғаушысы. Бұл тек интернет қауесеті, бірақ өте танымал. Ресми нұсқада ол циркте жұмыс істеп, кейін орманға кеткен. Ал теорияда Аю Машаның атасы немесе жақын адамның бейнесі делінген. Ол Машаны қорғап, ешкімге бермейді екен. Маша гиперактивті, жалғыздықты көтере алмайтын қыз. Оның ата-анасы мультфильмде мүлде көрсетілмейді. Бұл кейбір көрермендерге күдікті көрінеді. Кейбір ата-аналар мультфильм балаларға дұрыс емес әсер береді дейді. Маша үнемі үлкендерді тыңдамайды, бәрін бүлдіреді. Ал Аю оны кешіре береді. Сондықтан балалар Машаның әрекеттерін қайталай бастайды. Бірақ педагогтар бұл баланың қиялына әсер етеді. Ал ата-ана дұрыс бағыттап отырса, еш зияны жоқ дейді. Мультфильм әлем бойынша өте танымал болған. Тіпті ютубтағы бір сериясының өзі 4 миллиардтан астам қаралым жинаған. Бірде шетелдік журналистер мультфильмді көріп, бұл Ресейдің жұмсақ күші деп атаған екен. Ал кейбір елдерде балалар Машаға еліктеп, балабақшада тәрбиешілердің мазасын алған. Тіпті бір баланың анасы қызым бәрін Маша сияқты бүлдіріп жүр деп әзілдеп мақтанған екен. Бір қорқынышты оқиғасын айтып берейін, тыңдаңыздар, иә? Мультфильмді жасаушылар арасында бір суретші болған екен. Ол кейіпкерлерді салып отырып, түнде Машаның бейнесін түсінде көретін болған. Бірде ол түнгі студияда жұмыс істеп отырғанда, бос бөлмеден күліп жатқан
баланың дауысын естіген. Ол қатты қорқып, студияны тастап, қашып кеткен екен. Тағы да бір қорқынышты әңгіме айтып берейін. Баяғыда Ресейдің бір ауылында Маша есімді кішкентай қыз болған. Ол өте тентек, ата-анасының сөзін көп тыңдамайтын көрінеді. Бір күні орманға кіріп кеткен соң, ешкім оны қайтадан көрмеген. Ауылдың үлкендері айтатыны, Машаны ормандағы жабайы аю ұстап алып кеткен. Арада жылдар өткен соң, ауыл адамдары орман ішінен бір үйшік тапқан. Ішінде қоңыр аюдың ізі және кішкентай қызға арналған ойыншықтар бар еді. Бірақ ешкім үйде қызды да, аюды да көрмеген. Сол күннен бастап ауыл адамдары бұл қыздың жаны аюдың рухы болып кеткен дейді. Кейіннен халық аңызы мультфильмге айналған дейді. Тағы да бір оқиғада 2009 жылы мультфильм алғаш шыққанда кейбір көрермендер бір түрлі нәрсені байқапты. Кей эпизодтарда Маша кәдімгі мультфильм кейіпкері емес, шынайы адамдай сөйлеп кететін тұстары бар дейді. Одан да қорқыныштысы, Ресейдің кей ауылдарында адамдар түнде орманға барса, кішкентай қыздың күлкісін естіген. Ал қасына қарасаң, алыстан үлкен қоңыр аюдың көлеңкесі көрінеді дейді. Жергілікті бір әжейдің айтуынша, бұл жай мультфильм емес, шынайы оқиғаның ізі. Маша жоғалған қыздың бейнесі, ал аю оны алып кеткен жабайы аңның елесі дейді. Неше түрлі қорқынышты оқиғалары бар, е? Сіздер осыған сенесіздер ме? Өз ойларыңызды пікірде жаза кетіңіздер. Сонымен достар, біз бәріміз жақсы көретін Маша мен аю мультфильмі жай ғана күлкілі ертегі ме, әлде артында терең құпиясы бар ма, оны өздеріңіз шешесіздер. Әр адамға мультфильм әр түрлі әсер қалдырады. Біреуіне ол қуаныш сыйлайды, біреуіне ой салады. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі видеода тағы да қызық тақырыпты талқылаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.